Мектепте оқып жүріп жұмыс мамандығын алу. 10-11 сыныпта оқитын оқушылар үшін мектеп бағдарламасымен қатар сұранысқа ие мамандықтар бойынша кәсіби дағдыларды меңгеруге мүмкіндік беру туралы нормалар ұсынылды. Ол осындай мүмкіндігі бар жерлерде оқушылардың қалауымен іске асырылады. Бұл міндетті емес, бұл тиісті мүмкіндік бар жерде және оқушылардың өз қалауымен мүмкіндік беріледі. Яғни мысалы бізде аудандарда көбінесе бір мезгіл біздің бір ауысымда балалар оқиды. Олар түске дейін мектепте оқып, түстен кейін мысалы сол жерде тұрған колледжге барып қысқартылған бағдарламамен, өйткені ол мектепте қазақ тілін оқиды, тарихты оқиды, басқа пәндерді оқиды, тек қана өзінің бейінді жаңағы пәндерін колледжде оқып, жұмысшы мамандығын алып шығады деп біз ойлап осындай ұсынысты бердік. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, мемлекет басшысы 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп атады. Біраз іс-шаралар іске асырып жатыр. Сондықтан бұл маңызды шарада да өте қажет шара болады деп ойлаймыз. Кезінде УПК-лар болды ғой, соған ұқсайтын жоба болады деп санаймыз.